Бізде жаңа экономикалық саясат. Супер кеттік. Ендеше бастайық. Жаңа экономикалық саясатты ұбт-да ЖЭС деп атайды. Бұл қысқарған форматы жаңа экономикалық саясат. Азамат соғысынан кейін, яғни әскери коммунизм саясаты 1918-1921-ге дейін, 1921 мен 1925-тің аралығында бізде жаңа экономикалық саясат болады. Жаңа экономикалық саясаттың мақсаты әскери коммунизм саясаты кезінде әбден мына жақта 70-80% салық алып, халық кедейлікке ұшырап кетті ғой. Сол халықтың жағдайын көтеру, елдің экономикалық жағдайын көтеру. Себебі әскери коммунизм кезінде мемлекет аяусыз 70-80%-ға дейін өнімді тартып алып, халыққа салық салды. Адамдар аштыққа ұшырады. Аштықтан шығару үшін бізде жаңа экономикалық саясат жүзеге асырылған болатын. Енді ЖЭС-ке қашан көштік? 1921 жылы 10-шы съезде болды. Қысқа нұсқа конспектілеріне 1921 10-шы съезд деп жазып алыңдар. Не үшін басталды бұл саясат? Әскери коммунизм кезінде құлдыраған экономиканы көтеру үшін болды. Яғни ЖЭС-тің мақсаты шаруашылықты қалпына келтіру, әлеуметтік шиеленісті жою. Бұл кітаптың сөзі. Кітаптың сөзін емес, мен саған не айттым, соны ұғынып алсан жеткілікті. Осы жаңа экономикалық саясат кезінде қосшы деп аталатын одақ пайда болды. Қосшы одағы дегеніміз бұл кедейлер одағы деп те аталады. Экономикасы құлдырап кеткен халықты кедейліктен шығару үшін құрылған одақ 1921 жылы құрылды. Бұл осы 2024 жылы жазғы ұбт-да ең жиі келген сұрақтардың бірі. Супер, кеттік. Енді Қазақстандағы кедейлер одағы қосшымен бірге жарлы деп аталатын одақта құрылды. Қосшы одағында кімдер жұмыс істеді? Меңдешев, Сейфуллин, Бөрібаев және Әліби Жангелдиндер. Осы презентацияны скрин жасап, міндетті түрде конспектіне қосып алуынды сұраймын. Оқулықта мұна ақпараттар бізде кесте түрінде берілген, бұл да ұбт-да сұралады. Жаңа экономикалық саясаттың негізгі мазмұны оқушылар: кәсіпорындар жекеменшікке өтті, жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат етілді, бір нәрсені жалға алуға рұқсат етілді, жалпыға бірдей еңбек міндеткерлігі жойылды, жеке саудаға рұқсат берілді және ең алғашқы банктер желісі құрылған болатын. ұбт-да не жиі сұралады десеңдер, мына жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат етілді және мына еңбек міндеткерлігі. Осыған дейінгі ұбт сұрақтарының арасында ең көп келетіні 2-ші және 4-ші бөліктегі ақпараттар. Түсінікті болса, чатқа плюс белгісін басып қойсаңдар болады.